нан илегенде айтылатын өзінің құпия дұғасы бар. Соны айта отырып нан илесеңіз, сіздің наныңыз көтеріліп, басы бірігіп, керемет болып шығады. Біреулер нанға жұмыртқа қосып, сүт, айран, зат қосып жатады. Керек емес оның. Обычно суда наоборот жақсы көтеріледі. Бізге тек единственный май керек болады. Енді осыны ерітіп, осыған қамыр илеймін. Тұз саламыз. Дрожжиді қатты бір өлшеп, қажет жоқ, шамамен бір чайный ложкадай жарайды. Оның суын бәрін араластырып алдық. 5-ші класста қамыр илеуді үйрендім. Сол кезде анам айтушы еді. Қамыр илегенде табағың нан илегендей болып тұрмасын, жылтырап тұрсын деп, қолыңда қамыр жабыспасын деп. Қамыр илеп жатсың, илеп жатып арасында табағыңды сырып отыруың керек. Біраған салақ әйелдің табағының жағы он болып тұрады. Міне қамырымызды иленіп болды. Ентігіп қалым ғой. Қараңыздар, табағымыз тап-таза, қолдарымыз тап-таза, дұрыс иленген қамыр мінекей осындай болады. Жарты сағаттан өсіп 40 минутта келіп тұрмын. Мама, мынаны қараңыздар. 80 градусқа 25 минут. Мынаны қарашы. 20 минутта қамыр аштырудың секреті бар осы. Дұғамен жасаған әрбір ісіңіз соңында жақсы аяқталады.